Егер сіз жасыл бұршақтың пайдалы қасиеттері туралы білмеген болсаңыз, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен жасыл бұршақтың қандай пайдасы мен зияны бар? Спаржа бұршақтары деп те аталатын ішекті бұршақ бүкіл әлемде өсіріледі. Ол өзінің таңғажайып қасиеттеріне байланысты осындай кең таралуды тапты. Өйткені бұршақтар топырақтан және сыртқы ортада токсиндерді сіңірмейді. Өнімде денсаулықты сақтау үшін қажетті витаминдер мен минералдардың, сондай-ақ амин қышқылдарының көп мөлшері бар екені анықталған. Осы жасыл бұршақтарда гормоналды фонға әсер ететін фолий қышқылы бар. Сондықтан өнім жүкті әйелдерге, жасөспірімдерге және менопауза кезеңіндегі әйелдерге өте пайдалы. Ішекті бұршақтар темір және молибденге бай. Бұл микроэлементтер қанға, тыныс алу мүшелеріне қажет. Олар анемиядан зардап шегетін адамдардың денесін тамақпен қамтамасыз ету үшін қажет. Жасыл бұршақтардың бөлігі болып табылатын мыс, артрит пен басқа буын ауруларының даму қаупін азайтады. Жасыл бұршақ құрамындағы магнийдің арқасында созылмалы шаршаудан құтылуға болады. Бұл әсіресе жүйкелік сарқылу үшін маңызды. Магний қант диабетімен ауыратын және артық салмағы бар адамдар үшін пайдалы. Денедегі көмірсулар алмасуын тұрақтандыру жасыл бұршақтардың бөлігі болып табылатын мырышқа ықпал етеді. Бұршақтарда көп күкірт бар. Ол инфекциялық сипаттағы ішек ауруларынан құтылуға көмектеседі. Калий жүрек пен қан тамырларының жұмысына пайдалы әсер етеді. Оны жасыл бұршақтарды үнемі жеу арқылы да алуға болады. Бұршақтарды тағамға пайдалану иммундық жүйенің күйіне оң әсер етеді. Дененің сыртқы теріс факторлардың әсерінен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Бұршақтардың құрамына кіретін талшықтың арқасында ас қорыту жолдарының жұмысы қалыпқа келеді. Жасыл бұршақ қант диабетімен ауыратындар үшін ең пайдалы тағамдардың бірі екендігі дәлелденген. Өйткені олар қандағы қант деңгейін төмендетуге көмектеседі. Гипертония, аритмия және атеросклерозбен ауыратын науқастар өз мәзіріне бұршақтарды міндетті түрде қосуы керек. Нан мен картопты бұршақпен алмастырыңыз. Жасыл бұршақ ерлер үшін пайдалы, өйткені бұл простата аденомасының алдын алу құралы. Азық-түліктегі жасыл бұршақты үнемі тұтыну потенциалды жақсартады, сонымен қатар бүйрек тастарынан арылтады. Бұршақ косметологияда қолданылады. Ол медициналық қана емес, сонымен қатар сәндік косметиканы жасауда қолданылады. Мәзірге жасыл бұршақтарды үнемі қосу ағзадағы қартаю процесін бәсеңдетуге мүмкіндік береді және терінің күйіне пайдалы әсер етеді. Бұршақтарда майлар, ақуыздар, көмірсулар және өсімдік талшықтары бар. Сонымен қатар бұршақ ақуызы жануарлардан алынатын ақуызға ұқсас. Әрине бұл адам еттен алатын ақуыздан төмен, бірақ басқа өнімдермен бірге ол оны алмастыра алады. Жасыл бұршақтың бұл пайдалы қасиетін вегетарианшылар мен ораза ұстайтын адамдар белсенді пайдаланады. Ал диетологтар жасыл бұршақты пайдалы қасиеттері үшін басқа өнімдердің арасында бірінші орынға қояды. Олар пациенттеріне аптасына кемінде 2 рет жасыл бұршақты тұтынуды ұсынады. Ал жасыл бұршақтың зияны мен қарсы көрсеткіштері қандай? Жасыл бұршақтың пайдасы мен зияны белгілі бір жағдайларда ішек бұршақтары адам ағзасына зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан өнімді қолдануға қарсы көрсеткіштерді білу өте маңызды. Колит, гастрит, асқазан мен ішектің ойық жарасы, холецистит, анамнезінде подагра және нефрит ауруы бар адамдар бұршақты сақтықпен жеу керек. Бұршақ қосылған ыдысқа сүйену қарт адамдарға, асқазан сөлінің қышқылдылығы жоғары адамдарға, сондай-ақ газ түзілуі жоғарылау үрдісіне ие болмау керек. Басқа бұршақ дақылдары сияқты жасыл бұршақтар метеоризмді тудыруы мүмкін. Жолдық бұршақ, егер оны дайындау шарттары сақталмаса, зиянды болуы мүмкін. Демек, шикі өнімді жеуге қатаң тыйым салынады. Жасыл бұршақ бұршақтары мен дәндерінде улы заттар бар. Олардың бірі феназин. Адам ағзасына енгеннен кейін ол ауыр интоксикация тудырады. Сонымен қатар асқазан мен ішектің шырышты қабығына деструктивті әсер етеді. Бұршақтарды жеу алдында қайнату керек. Сонымен қатар пісіру уақыты кем дегенде 1,5 сағат болуы керек. Тек осылайша оның құрамын құрайтын зиянды заттарды жоюға болады және бұл өнімнің артықшылықтарына әсер етпейді. Осылайша жасыл бұршақты жеуге болады және қажет.
Бірақ оған қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда бұршақ бұл көптеген жылдар бойы жастық пен денсаулықты сақтауға мүмкіндік беретін пайдалы өнім. Ал осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.